Кеш жарық қымбатты бауырластар, үйлеріңізде амандық пен тыныштық болсын. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы біздің өміріміз зымырап өтеді де кетеді. Бағдарламаның атының өзі мұнда өмір, көмек және қалай дұрыс өмір сүруге болатыны туралы әңгіме болатынын айтып тұр. Біздің әрқайсымыздың өміріміз әртүрлі. Біреулердің өмірі әртүрлі қиындықтармен байланысты, ал екіншілерінің өмірінде бәрі ойдағыдай жүріп жатқан сияқты көрінеді. Қандай жағдай болмасын, сырттай қарағанда біреулер қысқа өмір сүреді, екіншілері ұзақ өмір сүреді. Тіпті кейде өте ұзақ өмір сүреді, егер мұны осылай айтуға болатын болса. 2016 жылдың мамыр айының 12 жұлдызында мен газеттен осы ғаламшарымыздағы ең егде тартқан қария туралы мақаланы оқыдым. Бұл жерде итальяндық Эмма Марона деген әйел туралы әңгіме болады. Оның жасы 116-ға толыпты. Газеттің көрсетуі бойынша, ол осы дүниедегі ең жасы үлкен кісі болып табылады. Шынында да 116 жыл өмір сүру бұл аз уақыт емес. Жазбаның негізінде біз бұл жер бетіндегі өмір қысқа немесе ұзақ, үлкен қиыншылықтармен немесе сырттай қарағанда оп-оңай болатынын білеміз. Бірақ бұл өмір тек мәңгілік өмірге дайындық болып табылады. Бізге ата-анамыз арқылы осы дүниеге келуге мүмкіндік берген. Жаратушы Құдай ие жазба арқылы бізге өліммен бәрі бітпейтінін, өлімнен кейін өмір бар екенін ашып көрсетеді. Және бұл өмір мәңгілік. Ол үнемі жақсы немесе үнемі өте жаман болады. Мәңгілікпен, мәңгілік өмірмен салыстырғанда, біздің жер бетіндегі өміріміз, тіпті егер адамдық көзқарас бойынша ол өте ұзақ болса да, ол бәрібір өте қысқа және көзді ашып жұмғанша зымырап өтіп кетеді. Жазба былай дейді: сендер тіпті күні ертең не болатынын білмейсіңдер. Өмірлерің неге ұқсас? Ол әншейін аз уақытта көрініп, кейін ғайып болатын бұл іспетті емес пе? Ал Құдайдың жоспарында маңызды адам болған Мұса көп жыл өмір сүрді. Оның жасы 120-ға толды. Ол Құдайдың рухының жетелеуімен келесі сөздерді жазады: жаратылмай-ақ жер мен бүкіл әлем, таулар жаратылмас бұрын бар боп келген, мәңгі тірі болатын Құдайсың сен. Қайт адам баласы деп қана айтсаң, пендені топыраққа айналдырасың. Ал 1000 жылдық сенің көз алдыңда өте шыққан күн тәрізді қып-қысқа. Түнгі күзеттей шектеулі ғана. Сен лезде ақ алып кетесің пендені. Ол бір көрініп, жоқ болар түс секілді. Яки далада өскен шөп тәрізі, таң ата шықса да көгеріп, кешке қарай қурап қалады семіп. Осылай біз жоқ боламыз ашуыңнан, зәреміз ұшады сенің қаһарыңнан. Сен күнәларымызды қойдың алдыңа, нұрыңда айқын құпияларымызда. Өмір бойы бізге қаһарың төнеді, жылдарымыз күрсінумен бітеді. Ғұмырымыз 70 жасқа созылар, күш қуат жетсе, мүмкін 80 болар. Жақсы кезде де шегеміз бейнет азап, ақыры ғайып боламыз ғұмыр зырлап. Қаһарыңның күшін кім түсінеді? Соған сай қастерлеу қажет өзіңді. Үйрете көр ғұмырымды есептеуді. Содан иемденейік дана жүректі. Қашан райыңнан қайтасың уа иеміз? Пенделеріңе шапағат тигізе көр, ертеңгісін бізді рахымыңа кенелте бер. Содан әндетіп шаттанайық күллі күндер. Өткерген ауыр күндерімізге сәйкес, о Тәңір, бізді шаттыққа кенелте көр. Азап шеккен көп жылдарымызға сәйкес, бұдан былай қуанышқа бөлей көр. Лайым пенделеріңе, уа иеміз, керемет істеріңді көрсете көр. Біздің ұрпақтарымызға да әркез шексіз ұлылығыңды паш ете көр. Құдай иеміз бізге риза бола көрсін, қолға алған ісімізді оңғара көрсін. Құдай, ісімізді жарылқай көр. Бұл сөздерді Құдайдың рухының жетелеуімен Мұса жазған. Ол 120 жыл өмір сүргендіктен өзінің не туралы жазып отырғанын жақсы білді. Біз бәріміз осы жер бетінде мәңгі өмір сүретін адамдай әрекет етуге бейінбіз. Әдетте біз осы тақырыпты қозғамауға, өлім туралы айтпауға тырысамыз. Және бұл табиғи. Өйткені Құдай адамдарды өмір үшін жаратқан.
Итальяндық әйел Эмма Марона 116 жыл өмір сүрді, және ол әрі қарай өмір сүргісі келеді. Осы тақырып туралы ойланып жүргенімде мен бір қайғылы оқиғаны естідім. Менің досымның ұлын тоғырып қайтыс болды. Ол өте жас болатын, оның жасы бар болған 18-де еді. Және осы жас өмір мәңгілікке аттанып кетті. Азап шеккен сәттерде біз өз еркімізбен бұл дүниеден кетуге дайын боламыз. Бірақ бұл Құдайдың алдында үлкен күнә. Алайда, әдеттегі жағдайларда біз бәріміз өмір сүргіміз келеді. Өйткені бұл біздің шақырылуымыз. Бірақ бәрібір өлім бұл шындық. Біз ешқайсымыз да одан қашып құтыла алмаймыз. Және өліммен бәрі бітпейді. Бізге ата-анамыз арқылы осы дүниеге келуге мүмкіндік берген жаратушы Құдай ие киелі жазба арқылы бізге өліммен бәрі бітпейтінін, өлімнен кейін шынайы өмір бар екенін ашып көрсетеді. Және бұл өмір мәңгілік өмір. Ол үнемі жақсы немесе үнемі өте жаман болады. Мәңгілікпен, мәңгілік өмірмен салыстырғанда біздің жер бетіндегі өміріміз, тіпті егер адамдық көзқарас бойынша ол өте ұзақ болса да, ол бәрібір өте қысқа және көзді ашып жұмғанша зымырап өтіп кетеді. Киелі кітап бізге былай дейді: сендер тіпті күні ертең не болатынын білмейсіңдер. Өмірлерің неге ұқсас? Ол әншейін аз уақытқа көрініп, кейін ғайып болатын бұл іспетті емес пе? Еврейлерге арналған хаттың 9-шы тарауында біз былай деп оқимыз: Құдай адамның бір рет өліп, содан соң қиямет сотының алдында тұратынын белгілеген. Міне сондықтан да кейінірек кеш болғанда өкінгеннен гөрі, бұл туралы уақыт барда дер кезінде ойланған жақсы. Бұл жерде маңызды шындықты есте сақтаған жөн. Осы сотқа дайындалуға әлі де мүмкіндік бар. Бұл сөзсіз болатын оқиға. Құдай адамның бір рет өліп, содан соң қиямет сотының алдында тұратынын белгілеген. Өлім мен Құдайдың алдындағы сот мәселесіне байланысты бір тұлға шешуші рөл ойнайтынын сіз түсінесіз деп ойлаймын. Бұл тұлға Иса Мәсіх. Ол туралы біз киелі кітаптан, елшілердің істері кітабынан былай деп оқимыз: өткен дәуірлерде Құдай мұндай ұғымсыздыққа сабырлық көрсетті. Алайда қазір ол барлық жердегі адамдардың бәріне де теріс жолдан қайтуды бұйырады. Себебі ол осы дүниені әділдікпен соттайтын күнін белгілеп, сотты жүргізетін кісіні тағайындап қойды. Барлық адамзатқа мұның дәлелі болсын деп, Құдай сол кісіні өлімнен қайта тірілтіп алды. Ол соттаушы, ол шешім қабылдайды. Мен және сіз өлімнен соң тұратын соттың шешімін шығарады. Иса өз туралы былай дейді: сендерге тағы бір маңызды шындықты айтайын. Кімде-кім айтқан сөздеріме құлақ асып, мені жібергенге сенсе, сол мәңгілік өмірге ие. Ол қиямет сотына тартылмайды. Керісінше, рухани өлімнен шынайы өмірге өтті. Сендерге тағы бір өте маңызды шындықты айтып тұрмын. Рухани өлілер Құдайдың рухани ұлының даусын естіп, оған сенетін уақыт болады. Тіпті сол уақыт келді де. Сонда оның даусына құлақ салғандар тіріледі. Себебі әкенің өзі өмірдің бастауы екеніндей, ұлына да өмірдің бастауы болуды сыйлады. Ол көктен келген билеуші болғандықтан, әкесі оған қиямет сотын жүргізу билігінде тапсырған. Бұған таңданбаңдар. Өйткені қабірдегілердің бәрі Құдайдың рухани ұлының даусын еститін уақыт болады. Сонда өлгендер қабірден шығады. Жақсылық жасағандары мәңгі өмір сүру үшін, ал жамандық жасағандары сотталу үшін тіріледі. Мен өздігімнен ештеңе істей алмаймын. Әкемнен естігенім бойынша соттаймын. Менің сотым әділ. Өйткені өз еркімде емес, мені жіберген әкемнің еркін орындаймын. Иса өз туралы былай дейді: сендерге тағы бір маңызды шындықты айтайын. Кімде-кім айтқан сөздеріме құлақ асып, мені жібергенге сенсе, сол мәңгілік өмірге ие. Ол қиямет сотына тартылмайды. Керісінше, рухани өлімнен шынайы өмірге өтті. Бізден сенім талап етіледі. Исаға деген сенім. Киелі жазбаның сөздерін тағы да бір рет келтіруге рұқсат етіңіздер. Өткен дәуірлерде Құдай мұндай ұғымсыздыққа сабырлық көрсетті. Алайда қазір ол барлық жердегі адамдардың бәріне де теріс жолдан қайтуды бұйырады.
Себебі ол осы дүниені әділдікпен соттайтын күнін белгілеп, сотты жүргізетін кісіні тағайындап қойды. Барлық адамзатқа мұның дәлелі болсын деп, Құдай сол кісіні өлімнен қайта тірілтіп алды. Ол соттаушы, ол шешім қабылдайды. Және ең үлкен күні бұл жаратқан ие бізге дайындап қойған құтқарушыға сенбеу. Сонымен, құрметті тыңдарман, осы жер бетінде өмір сүретін әрбір адам өлім деген ақиқатпен есептесуіне тура келеді. Дәстүрлер немесе әдет-ғұрыптыларға сүйенбей, қайта киелі жазбаға негізделіп, Иса Мәсіхпен өзінің қарым-қатынасын шешіп алған адам осы жер бетінде саналы өмірге құрылған іргетасы бар және Исамен мәңгілікте бақытты өмір сүруге құқылы. 116 жасқа толған итальяндық әйел Эмма Марона жер бетінде тағы да қанша өмір сүреді? Біз оны білмейміз. Бірақ бұл өмір аяқталады. Бұл ақиқат. Мұса бізге былай деп ескертеді. Ғұмырымыз 70 жасқа созылар, күш-қуат жетсе мүмкін 80 болар. Жақсы кезде де шегеміз бейнет азап, ақыры ғайып боламыз. Ғұмыр зырлап. Мүмкін сіз маған бұл тақырып ұнамайды, одан да жағымды нәрселер туралы әңгімелесейікші деп айтатын шығарсыз. Бірақ менімен де сізбен де осылай болады. Сондықтан, киелі жазба былай деп бізге ескертеді. Уа жасөспірім, жас кезіңде көңіл көтер. Сен нені қалап, өзіңе не ұнаса, соны істей бер. Әйтсе де, бар істерің үшін Құдайға жауап беретініңді есіңнен шығарма. Иса Мәсіхтің соттаушы болғаны қандай жақсы. Бір кездері ол соттаушы болады деп айтады киелі жазба. Алайда бүгін, қазіргі кезде, ол бізге құтқарушымыз болуға ұсыныс жасайды. Оны тыңдауға дайын адамдардың бәрінің құтқарушысы болуға уәде береді. Тыңдаңыздар. Ол бізге жаны ашымайтын, осал жақтарымызды түсінбейтін діни қызметкер емес, қайта өзіміз сияқты әртүрлі сынақтан өтіп көрді. Бірақ ешқашан күнә жасаған жоқ. Ендеше рахымы мол Құдайдың тағына нық сеніммен жақындап, өтініштерімізді білдірейік. Осылай көмекке мұқтаж кездерімізде оның мейірімділігі мен рахымына ие боламыз. Сондықтан мінәжат етіп, оның алдына келіп тәубе ету маңызды. Ендеше рахымы мол Құдайдың тағына нық сеніммен жақындап, өтініштерімізді білдірейік. Осылай көмекке мұқтаж кездерімізде оның мейірімділігі мен рахымына ие боламыз. Осымен мен бағдарламамызды аяқтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын. Қымбатты тыңдарман, біз осымен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Егер сіз бүгінгі бағдарламадан өзіңіз үшін пайдалы мағлұмат алған болсаңыз, немесе сізде қандайда сұрақтар туындаған болса, егер сіз өмірдің қайнар көзі болған киелі жазба кітабына ие болуды қаласаңыз, бізге хат жазып жіберіңіз. Сіз Орта Азияда тұратын болсаңыз, біз сізге хабарларымыз жазылған аудио таспа немесе киелі жазба кітабын сыйлық ретінде салып жібереміз. Біздің электрондық поштамызға хабарласуыңызға болады. Біздің электрондық адресіміз mostik7 айқұлақ inbox.ru. Сонымен бірге +7 707 385 83 93 нөміріне хабарлама жіберуіңізге де болады. Сізге осы нөмірде WhatsApp, Viber, Telegram жүйелері іске қосылғанын хабарлаймыз. Мен қайталаймын. +7 707 385 83 93. Сізден келген әрбір хат немесе хабарлама үшін біз өте қуанышты боламыз. Жаратқан ие сізді және жақындарыңызды қорғап, аман сақтасын.